Өтте сүйкімді теңіз шошқасы қаладағы ең мықты 5 қылмыскерді дұрысынан тәрбиелеуді шешті. Және ешкімде оның не үшін бұлай жасап жатқанын мүлдем түсіне алмады. Мультфильмнің атауы «Плохие парни» және бұл мультфильм сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Лос-Анджелесте өздерін адам сияқты көрсететін көптеген жануарлар өмір сүреді. Олардың арасында жаман жігіттер командасы бар. Және бұл қаладағы ең қауіпті қылмыскерлерден құралған банда. Олардың арасында сейфтерді бұзғыш жылан мырза бар. Хакер жұмысын атқаратын Тарантула ханым. Кез келген адамның кейпіне еніп, маскировка жасайтын Акула мырза. Өте қатты төбелесетін Пирани мырза. Және осы бандалардың басшысы Қасқыр мырза бар. Жергілікті асханада түскі асын ішіп болған соң қасқыр мен жылан кезекті банкті тонауға шықты. Олар қолдарына сейфті алып, көлікпен қашады. Сөйтсе бүгін жылан мырзаның туған күні екен, және достары оған сыйлық жасауды шешкен. Бұзақылардың ізінен көптеген полиция қуып келеді. Ал қасқыр газды одан әрмен қатты басуда. Тарантула көлік қатынас жүйесін бұзады. Енді біздің батырлар қайда бағыттаса да, бағдаршамның жасыл түсі жанады. Ал полициялар үшін тек қана қызыл түс жанады. Сонымен қатар өрмекші жылан досы үшін тортқа да тапсырыс беріп үлгерген. Көп ұзамай олардың қатарына Акула мырза келді. Ол тек қана құрылысшының кейпіне емес, Мона Лизаның да кейпіне ене алады. Ал біздің қылмыстық банданың 5-ші батыры Пирани полиция көлігінде бүлік шығарып, барлық полицейлермен жалғыз өзі төбелеседі. Бұл әлемдегі ең қорқынышты және батыл қылмыскер. Сонымен қатар ол өзінің улы газдарын да қолдана алады. Адамдардың барлығы осы қылмыскерлерден қатты қорқады. Және біздің батырларға да бұл нәрсе қатты ұнайды. Олардың есерсоқтығы сонша, полициядан қашып келе жатып, әнді де айтып, биді де билеп үлгереді. Полиция бөлімшесінің басшысы ұрыларды қолға түсіру үшін барлық жағдайды жасады. Сол үшін де біздің батырларға көліктің педаль газын ең соңына дейін тақап басуға тура келді. Қылмыскерлер қашып үлгерді, ал полиция көліктері апатқа ұшырады. Жаман жігіттер өздерінің жасырын базасына кіріп, жыланды туған күнімен құттықтайды. Кештің соңы төбелеске ұласты. Ал қасқыр жаңалықтарды қарау үшін теледидарды қосты. Қаланың жаңа губернаторы Диана Лессингтон қарақшылар туралы жағымсыз пікір айтты, және бұл қасқырға мүлдем ұнамады. Сөйтіп қасқыр жанындағы қылмыскерлерге алтын дельфин деп аталатын ең бағалы сыйлықты теңіз шошқасына табыстайтын уақытта ұрлап кетуге жоспар құрды. Айтқандай, теңіз шошқасының есімі профессор Мармелад. Сыйлықты табыстау жергілікті музейде болады. Қарақшылар күзеттің 3 түрлі деңгейінен өту керек. Бірінші қадам көпшіліктің ортасына кіру. Ал екіншіден брондалған 2 есіктен өту керек. 2 есіктің біреуін қаланың әкімі ғана аша алады. Қасқыр өзін басқаша атап Диана Лессингтонмен танысады. Әкімнің сақинасын ұрлайды және бірге суретке түседі. Осылайша жаман жігіттер бандасы музейге кірді. Пирани бассейнге секіреді, ал жылан ауа тазартатын құбырға кіреді. Тарантула келген адамның біреуінің арқасына тығылады. Акула бикештің киімін киіп, өзіне ғашық болған еркектің коктейлін ішеді. Ал қасқыр полиция бастығынан өткізу картасын ұрлайды. Ол сөмкесінде ақшасы көп кемпірді байқап, оны тонағысы келді. Дәл осы кезде кемпірдің аяғы тайып құлай жаздады. Ал қасқыр оны құтқарғандай кейіп танытты. Бұған қатты қуанған кемпір қасқырды құшақтап алды. Ал енді алтын дельфинді ұрлау операциясы басталды. Акула қатты шыңғырып, толғағым басталды деп дәрігер шақыртады. Пирани төбелес бастап, күзетшілерді ұрып тастады. Ал қасқыр Диананың суретін қолданып, брондалған есікті ашты. Осылайша алтын дельфиннің мүсіні қасқырдың дәл алдында тұр. Осы кезде сахнаға Диананың өзі шықты. Әкім қыз Диана Мармелад мырзаға ел үшін деп жасаған жақсылықтарының барлығына алғысын айтады. Қасқыр алтыннан жасалған мүсінді ұрлағысы келді. Бірақ та бұл анау айтқандай оңай шаруа емес екен. Мұнда сенсорлы аңду жүйесі орналасқан және тонауға келген қылмыскерге қарсы өте мықты қарулармен жабдықталған. Тарантула бұл сенсорлық жүйенің көзін жоюға тырысуда, ал Пирани қатты қобалжығаннан өзінің улы газын жіберіп қойды. Соның кесірінен өрмекші есін жоғалтты, бірақ қайтадан дереу есін жиып, өзінің хакерлік жұмысын жалғастырды. Мармелад мырзаға сыйлығын табыстайтын уақыт келді. Алайда бұл кезде алтын дельфиннің мүсіні ұрланып кеткен болатын. Біздің батырлар өздеріне сенімді түрде шығар есікке бара жатыр. Өйткені олар жеңіске жетті.
профессор Мармеладқа өзіне ешқандай да сыйақы керек емес екенін айтты. Өйткені оған елі үшін жақсылық жасаған жай ғана ұнайды. Осындай сөздерді естігенде қасқырдың құйрығы өздігінен қимылдап кетті, және олардың кім екені барлығына әшкере болды. Сөйтіп, жаман жігіттер бандасын көптеген полиция қоршауға алып қолға түсірді. Қасқыр қала әкімін жеңісімен құттықтап, біздің жақсы жаққа өзгеруіміз үшін мүмкіндік берулерін керек дейді. Осындай сөздерді естіген профессор Мармелад жаман жігіттерді қайтадан тәрбиелеуге дайын екенін айтты. Және ең қауіпті қылмыскерлердің өзін тура жолға түсіруге болатынын дәлелдеймін дейді. Қасқырдың достары қатты таңғалды. Олар жақсы болып өзгергісі келмейді. Сонда банда басшысы, біз бірнеше күнге жақсы жағына өзгерген секілді кейіп танытамыз, ал кейін алтын дельфин мүсінін ұрлап кететін боламыз дейді. Жоспар керемет. Жаман жігіттер Мармеладтың үйіне келді. Теңіз шошқасы жыланға балмұздағымен бөлісуді үйреткісі келеді. Ал пираниге қарттарға көмектесуге және кішкентай мысықтарға көмектесуді үйретуде. Алайда жақсылық жасау біздің батырлардың қолынан келер емес. Олар тек қана ұрлық жасай алады. Сонда профессор Мармелад жақсылық жолында ұрлық жасауды ұсынды. Біздің батырларға берілген тапсырма лабораториядан тәжірибеге арналған теңіз шошқаларын құтқаруы керек, және тапсырманы достық киімін кию арқылы жасау керек. Біздің батырлар лабораторияға кірді. Жылан құбыр арқылы кіріп, теңіз шошқалары толып жатқан жерге келді. Және ол теңіз шошқаларының барлығын жұтып қойған екен. Бақытына орай қасқыр жыланның ішіндегі шошқаларды шығарып, барлығын бостандыққа жіберді. Бірақ сонда да жаман жігіттер журнал бетінде жақсы атқа ие болмады. Бұны көрген Диана Лессингтон қатты ашуланды. Қаланың әкімі қылмыскерлерді тәрбиелеу эксперименті доғарылсын дейді. Қасқыр Дианаға шешіміңді өзгерт деп өтінеді. Сонда Диана кішкене ойланып, қылмыскерлерге соңғы мүмкіндік береді. Кешкі уақытта қасқыр күтпеген жерден кезекті жақсылық жасайды. Ол ағаштың үстінде тұрып қалған мысықты құтқарады. Ал бұны Мармелад сыртынан түсіріп алған екен және ғаламтор желісіне жүктейді. Ал бұны желіден көрген қала тұрғындары жаман жігіттердің жақсы жаққа өзгеруі мүмкін екеніне көздері жеткендей болды. Алайда біздің жыланға ең жақын досының халық қаһарманына айналғаны мүлдем ұнамайды, және ол екеуінің достығына қауіп төніп тұр деп ойлайды. Жақын арада профессор Мармеладтың қайырымдылық кеші өту керек, және бұл кеште ең алғаш рет махаббат метеориді көрсетілетін болады. Бірақ та қала тұрғындары Мармелад мырзаны емес, жақсы жаққа өзгерген жаман жігіттерді әңгіме қылуда. Ал шындығына келер болсақ, біздің батырлар алтын дельфин мүсінін ұрлауды жоспарлауда. Олар кешке керемет смокингтер киіп келеді, және мұнда олардың жанкүйерлері өте көп екен. Олар күзетшілер мен полиция басшысын алаңдату үшін тамаша концерт ұйымдастырады. Жылан мырза есікті ашатын құпия кодты ұрлайды. Қасқыр Диананы биге шақырады. Шамасы екеуі бір-біріне ғашық болып қалған секілді. Қасқыр тағы да құйрығын қимылдатып, өзін жақсы сезініп тұрғанын айтады. Осылайша жаман жігіттер бандасы әлемдегі ең үлкен тонау жұмысын жасамақшы. Бірақ та қасқыр шешуші жоспарды орындамады. Сол үшін де ешкім еш нәрсе ұрламады. Дәл осы кезде кенеттен ғимараттың жарығы сөнеді, және жарық қайтадан қосылғанда профессор Мармелад зерттеген махаббат метеориті жоғалып кеткен екен. Полиция бұл істі жасаған қасқырдың бандасы деп ойлайды. Біздің батырлар қашып кеткісі келді. Алайда олар бұлай болатынын білмей, қашу жоспарын мүлдем құрмаған. Сол үшін де олар тағы да қолға түсті. Профессор Мармелад қылмыскерлерімен жеке сөйлесейін деп өтінеді, және ол махаббат метеоритін өзі ұрлап кеткенін мойындайды. Ол ма? Әлгі қасқыр құтқарған кемпір бар емес пе? Сол кемпір де дәл осы Мармелад екен. Бұның барлығын Мармелад әдейі жасаған. Өйткені ол барлық іске қасқырдың бандасын кінәлайтынын біледі. Шындығында бұл жай ғана метеорит емес. Ол өте мықты энергияның көзі. Оның көмегімен үлкен тонау жұмыстарын жасауға болады. Нағыз жауыз біздің батырлар ма десек, нағыз жауыз Мармелад екен. Түрмеде қасқыр достарына енді қайтып қылмыскер болғысы келмейтінін түсіндіргісі келді. Және барлығымызда жақсы жағына өзгеріп, жақсы амалдар жасайық дейді. Алайда жылан бұған келіспеді. Өйткені адамдардың барлығы бізден тек қана құбыжықты көреді дейді. Сөйтіп екеуі сөзге келіспей төбелесе кетті. Дәл осы кезде қызыл табан деп аталатын әйгілі қылмыскер келді. Ол күзетшілердің барлығын оп-оңай шашып тастап, біздің батырларды құтқарады. Қызыл табан маскасын шешкенде, оның Диана Лессингтон екенін білеміз. Ол қаланың әкімі, және оны қылмыс әлемінің нағыз ханшайымы деуге болады. Диана жаман жігіттермен бірге қашып, оларға шынымен де сенгенін айтады. Енді барлығы бірігіп, жауыз Мармеладты тоқтату керек. Алайда қылмыстық банда жан-жаққа тарап кетті. Жылан, пирани, тарантула және акула қасқырға сен сатқынсың деп барлығы бөлек кетті. Мармелад мырза метеориттен жасалған құрылғысын іске қосты.
Алдымен тәжірибеде тұрған теңіз шошқасын гипноздап, кейін үлкен энергиямен қаладағы барлық теңіз шошқаларын өзінің құлы етті. Енді Мармеладтың өте үлкен армиясы бар. Қасқыр Дианамен бірге қалды. Түлкі оны қолдау үшін алтын дельфинді ұрлау кезінде өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келгенін айтты. Ал кейін қасқырды үйіне шақырады. Диананың үйінде әртүрлі қылмыстарды жасауға арналған түрлі құрал жабдықтары бар екен. Қасқыр мен түлкі Мармеладты дереу тоқтату керектігін түсінді. Осылайша екеуі зұлмат костюмдерін киіп, керемет көлікке мініп, зұлым шошқаның лабораториясына асықты. Жаман жігіттер бандасы өздерінің базасына келгенде, осыған дейін ұрлаған заттарының ешқайсысы орында жоқ екенін көрді. Сөйтсе қасқыр Дианаға өздерінің базасының қайда орналасқанын айтқан екен. Ал Диана болса, барлық ұрланған мүлікті заңды қожайындарына тапсырған екен. Акуланы қатты аяп кеткен жылан өзінің ең соңғы балмұздағын береді. Ал бұл дегеніміз шын мәнінде өте жақсы амал. Дәл осы тірлікке байланысты қылмыскерлер өздерінің жақсы жаққа өзгере алатынын түсінгендей болды. Және қасқырға көмектесейік деп шешім қабылдайды. Бірақ та жылан сонда да бұл нәрсеге келіспей, жалғыз өзі кетіп қалды. Профессор Мармелад қайырымдылыққа бөлінген $1 миллиард тонамақшы. Гипноздалған теңіз шошқалары ақшаны тасып жатқан көлікке шабуыл жасап, оны өздерімен айдап әкетеді. Қасқыр мен Диана метеоритті ұрлау үшін Мармеладтың үйіне келді. Алайда қасқыр тұзаққа түсіп, соның кесірінен біздің батырлар тұтқынға түсті. Осы кезде жыланның Мармеладпен серіктес болғанын білеміз. Теңіз шошқасы қасқыр мен Диананың көзін құрт деп бұйырады. Бақытына орай біздің батырларда банданың басқа мүшелері келіп құтқарды. Олар да жақсы жаққа өзгеруді шешкен екен. Осылайша жаман жігіттер бандасы мен Диана бірігіп метеоритті ұрлап кетті. Ұрланған затты қайтару үшін полиция бөлімшесіне қарай тартты. Жолда метеоритті бейтараптандыру үшін барлығы бөлінеді. Батырлардың жоспары теңіз шошқаларының барлығын гипноздан шығарып, ұрланған ақшаларды балалар үйіне қайтару. Бірақ та полиция бөлімшесінің алдында батырлар ойларын дереу өзгертіп, сатқын болса да жылан достарын құтқаруға кетті. Біздің батырлар гипноздалған теңіз шошқаларынан қашып келе жатқанда, Мармелад жыланға сатқындық жасап, оны лақтырып жібереді. Ал жаман жігіттер бандасы жылан досын құтқару үшін тіпті өздерінің өмірімен тәуекел етті. Ал Мармелад осы сәтті пайдаланып, метеоритті өзімен бірге әкетеді. Есесіне біздің батырлар теңіз шошқаларын гипноздап отырған шлемнің көзін құртты. Ал Мармеладтың ұшағы болса, апатқа ұшырап жерге қонды. Жыланды құтқарғаннан кейін жаман жігіттер бандасы қала әкімі Диананың беделін сақтау үшін полицияға өз еркімен беріледі. Мармелад метеоритті полицияға әкеліп тапсырғанда кейіп танытады. Бірақ та әкеліп тұрған махаббат метеориті жай ғана лампа екен. Сөйтсе жылан Мармеладқа серіктес болайық деп оны алдап соққан екен. Ол шынайы метеоритті өтірік лампаға ауыстырып, шынайы метеориттің қуатын өте қатты арттырып, оны жарып жіберген. Мармеладтың үстіне лампа құлағанда, оның қалтасынан осыдан алдын қызыл табан ұрлаған бриллиант түседі. Сол үшін де Мармеладты ең қауіпті қылмыскер деп оны түрмеге жабады. Арада 1 жыл өткен соң, жаман жігіттер бандасы түрмеден шығады. Және біздің батырлар Дианамен бірігіп, қылмыстық іспен күресетін карьерасын бастайды. Достар, мультфильм ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі бейнелерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Және сіздерге экранға шыққан басқа да мультфильмдерді көруді ұсынамын. Келесі көріскенше аман сау болайық достар.